Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Barыңыздар белгілі болғанда азыр біз шо пайғамбарымыздың мешіті Мәсжид-и Набавиде тұрамыз. Барыңыздар көріп тұрғанда мына мен арқамда тұрған ошол жашыл купола. Жашыл купола жөнінде мен қысқаша бір түсінік берейін. Егер шунчалык бір жақсылап қарап көрсеңіздер, ошол жерде кичинекей бір терезе бар. Мында шетинде форточкасы бар. Ошол форточка эмнени түшүндүрөт. Пайғамбардың уақытында жаңбыр жоқ болып, шунчалык құрғақшылық болғанда, пайғамбар дайыма Құдай Тааладан сұрағанда жаңбыр жауған. Пайғамбардың көзі өтіп кеткеннен кейін, бұл жерде Аббас пайғамбардың туғаны дуа қылса, жаңбыр жауған. Андан кейін Хазіреті Умардың уақытында шунчалык құрғақшылық болып, жаңбыр жоқ болып қалғанда, Айша енемізден келіп сұраған. Айша, бұл пайғамбар эмне деп айтқан эле, эмне кылышыбыз керек ушундай құрғақшылық болгондо десе, Айша энебиз пайғамбардың кабыры менен асмандын ортасын тоспогула да деген. Ошондо ошол жерден кичине мындай бир тешик ачканда, мындайча айтканда терезе ачканда асмандан жаңбыр жааган. Бул ошону дайыма бизде